Қазақстан біздің үлкен еліміз. Мұнда 87 қала мен көптеген ауылдар бар. Қарап көрейік, елді мекендер қандай болады. Әр аймақта өзіне тән табиғат пен адамдар өмір сүреді. Міне біздің астанамыз, Нұр-Сұлтан. Мұнда биік ғимараттар, кең көшелер және көліктер көп. Қала өте әдемі. Мұнда түрлі мәдени шаралар мен көрікті жерлер көп. Алматы таулы қала. Мұнда әдемі парктер, көшелер мен таулардың көрінісі бар. Адамдар серуендеп жүр. Қаланың көрінісі тау мен табиғатпен әдемі үйлеседі. Бұл орташа қала. Мұнда кішігірім үйлер, мектептер, дүкендер және ойын алаңдары бар. Барлығы үйлесімді орналасқан. Мұнда адамдар бір-бірімен таныс және достасып өмір сүреді. Ауыл тыныш жер. Мұнда үйлер, бақтар, малдар және ауыл жолдары бар. Адамдар табиғатпен бірге өмір сүреді. Ауылдағы адамдар табиғатпен тығыз байланыста өмір сүреді. Ауыл мен айналасындағы дала өте кең. Мұнда егістік жерлер мен өзендер бар. Табиғат әдемі. Бұл жерлерде ауа таза және тыныштық орнаған. Таулы жерде шағын қала бар. Мұнда өзендер, таулар және кіші үйлер бар. Көрініс керемет. Адамдар таудағы табиғаттан қуаныш табады. Бұл өнеркәсіптік қала. Мұнда зауыттар, фабрикалар, темір жол және көліктер көп. Адамдар жұмыс істейді. Қала экономикасы өндіріс арқылы дамып жатыр. Қазақстанда егістік жерлер көп. Мұнда дәнді дақылдар өседі, фермерлер жұмыс істейді. Жер өнімді. Фермерлердің еңбегі елімізге тағам береді. Қалаларда адамдар күнделікті өмірмен айналысады. Балалар ойнайды, дүкендер мен мектептер бар. Қала әрқашан қозғалыста. Қалада әркім өз жұмысымен қызығушылығымен айналысады. Ауылда адамдар табиғатпен бірге өмір сүреді. Балалар ойнап жүр, мал бақылады, бақшамен айналысады. Барлығы тыныш. Ауылда өмір қарапайым, бірақ қызықты және қуанышты. Қазақстандағы елді мекендер әртүрлі, үлкен қалалар, орташа қалалар, ауылдар бар. Барлығы өз ерекшелігімен әдемі. Әрбір елді мекеннің өз тарихы мен мәдениеті бар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.